мен тікелей эфирді аяқтап едім, бірақтан бір өтініш бойынша қайта жалғастырсаңыз деген өтініш бойынша тағы бір 10 минуттай жалғастырайын деп ойладым. Соған байланысты тағы да бір 10 минут енді не істейміз? Ән айтуға тура кеп тұр. Енді біз мен енді айтқым кеп отыр, бәріміз қосылып айтайық. Осы отырған кісілер өмір өзен деген өмір туралы бір ән айтып көрейік. Біз екеуміз бәйшешектей ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Бәрекелді, лайықты жіберіп отырамыздар. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңілі ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Алуан гүлдер шуақ шашып бүгін бақшамда, қызғанбаймын баш қошақтың отын жақсаңда. Өмір мынау бақ пен қайғы күнде жарысқан, ақ тілекпен қол бұлғайсың әркез алыстан. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңілім ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Сіздерді білмеймін қалай әсер етіп отқанын. Мен әлі семья құрмаған болсаңыздар толық сезіне аласыздар ма білмеймін, бірақ қыз бен жігіт болмаған адам жоқ қой. Ал мен шалыммен 50 жыл тұрғасын қатты бір әсерде отырмын. Сіздерге де солай әсер етіп отқан шығар деп ойлаймын. Жалғыз аққу таудан асып қайтып барады,
сағынышын әнге қосып айтып барады. Сол ерке құс мұңын жалғап ерте көктемде, мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңілі ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Менің жолдасым өмірден өтіп кеткен. Жылдар өмірдің өзенінде ағады кезегімен, сенсің көңілі ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңілі ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Енді мен өзі Сәуле, Есен, тағы басқалар, бәріңе де мен жолдасыммен өте күшті тұрған адамын. Мен барлық әрбір тікелей эфирімде сол кісі туралы айтқанымды білмей қалам, айтып жүрмін. 50 жылдай керемет ол кісімен өмір сүрген адаммын. Сондықтан мен осы өмірден кетсе де әлі күнге сол кісінің әруағына ән арнап, өлең жазып, өмір бақи сол махаббатты жырлап келатқан адаммын. Ол кісіге жазбаған болсам да осы махаббат туралы әндерді айтып келатқан адаммын. Сондықтан сіздерде де осындай ешкімге ауыстыра алмайтын, ешкіммен бөлісе алмайтын бір керемет, әрқайсыңызда бір жеке тамаша махаббат болғанын тілеймін. Біздің мысалы сыйластығымыз ешкімге ұқсамайды. Мен ешкімге тең келтіре алмаймын. Бұрында да айтқанмын, тағы қайталап айтамын. Сондықтан мен сіздерде де сондай әркімнің өзінше бір жеке керемет махаббат болғанда ол жай бір простой бір ләззат алу ғана емес, керемет сыйластықпен, махаббатпен, бір ішкі жан дүниеңіздің өте бір сәуле шашып тұрған жақындығыменен, нұрын шашып тұрған
ықыласыңызбен сондай махаббат болғанын тілеймін. Мен бізде сондай махаббат болғанын бұрында да айтқанмын, ол кісіге арнап кітап жазғанымды айтып жатырмын, мақала жазғанымды айтып жатырмын, бәрінде. Бірақ енді әрине өмірден өткеннен кейін ол қайтып келмейді. Дегенменен тіпті жаңағы әнде айтылғандай, мен өшсем де сен өшпе асылым деп айтып жатыр. Яғни сол тірі кездерінде де өте жақсы болған кісілер бірін бірінің сондай қимайды. Мен өшсем де сен өшпе дейді. Ана кісі де мен өшсем де сен өшпе дейді, бір-біріне сондай тілек тілейді деген сөз. Иә, өте тамаша. Мына әнді барлықтарыңыз отырып жақсы тыңдадыңыздар. Сондай ырза болдым. Күләш, Лаура, енді бәрінде ата-ана болсаң да, мынау жас болсаң да менің балдарымсыңдар. Мен бұрында да айтып жүрмін, мен өте жасым үлкен, 80-ге жақындап қалған адаммын. Сондықтан барлықтарыңыз менен кіші, менің балаларымсыздар. Енді тағы да осы махаббатты ары қарай жандандырайық. Сол махаббат туралы бір әнді тағы да айтайын. Жұбайлар жары. Бұл енді кәдімгідей күнделікті өмірде кездесетін жағдайлар, енді бұл да тамаша. Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Ешкім мені дәл сендей еркелетіп, ешкім мені дәл сендей түсінбеген. Асыл жарым, жайқалған жасыл бағың, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір ұшып барамыз болашаққа. Сен бар жерде терезем тең сияқты, сен бар жер тең сияқты, керегем кең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп, жұбата да алмаған сен сияқты. Асыл жарым, жайқалған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатын аймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір ұшып барамыз болашаққа дейді. Міне нағыз әдемі өмір. Шындығында да барлықтарыңыздың да қыз болсаңыздар жігіттеріңіз бар шығар, отбасы болсаңыз жігіттеріңіз бар шығар. Сонда қандай тамаша наз, қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Ешкім мені дәл сендей еркелетіп, ешкім мені дәл сендей түсінбеген. Шындығында да ол ерлі зайыпты адамдардың өзінше бір еркелетуі, ата-ананың еркелетуі бір басқа, дағы ол ерлі зайыптылардың арасындағы түсіністік пен еркелету деген бір басқа. Немесе айтады, ешкім мені дәл сендей өкпелетіп, жұбата да алмаған сен сияқты дейді. Енді кейде өмір болғасын өкпелеп қалады ғой адам бір-біріне. Сонда ана кісінің жұбатуы бір басқаша. Жаңа мен бүйтіп жатқаным сол. Бір жұбатуы басқаша. Үнемі осылай емес, үнемі сипалап емес, жаңағы арқаңыздан құшақтап емес,
әр кезде әртүрлі қылып не қылады. Өкпелеп қалсаңыз жұбатады. Ол да ешкімге ұқсамайды, жұбатады. Сіздерді де жұбата ма? Айтыңыздаршы. Жігіттеріңіз жұбата ма сіздерді де? Жарларыңыз. Өкпелеп қалсаңыз жұбатады ғой, иә? Неге жазбайсыздар? Иә, мен айтып жатқандар жаза бермейсіз ба? Иә, әже, бізді де жұбатады, бізді де еркелетеді деп. Неге айтуға болмайды? Соны айту керек қой. Оның жақсылығын айтқан тамаша ғой. Иә, қыздар, жігіттер, қай-қайсыңыз болсаңыз да, иә, бәріңді көріп отырмын. Айтуға болады. Тамаша. Иә, батыл ойынына шақырып жүреулер мені. Бұрын батыл ойын ойнағам ғой, соған мен тікелей эфирде отырғасын батылға шақырып жатыр. Мен бірақ қазір хабар тікелей эфир жүргізіп отырмын. Батыл ойнамаймын. Иә, сонда сіздерді еркелеткен шығар. Ешкім жазбайды, әлде еркелетпей ме не? Мүмкін емес, еркелетеді сіздерді. Бірақ жасырып отырсыздар, ұялып отырсыздар жазуға. Ол ешқандай ұят емес. Мен де еркелетеді десеңіз, мен ешкімге айтпаймын ғой. Мен де еркелетеді. Сыбырлап жазып қойсаңыз, мен ешкімге айтпаймын оны. Өзім ғана білемін, мына қыздың жолдасы, жан-жары еркелетеді екен деп. Иә, Мәкен дейді, бәріңді де көріп отырмын. Иә, Алпысбай дейді. Алпысбай, үйленгенсің ба, жігітсің ба? Жалпы, не болсын, қыздарды еркелетесің бе? Еркелете аласың ба? Иә, лайкты тастап отыр бәрі де. Өте бәрекелді, жақсы. Еркелетсеңіз, еркелетемін деп жазып қойсаңыз болады. Сіздің қай Алпысбай екеніңізді мен айтпаймын, фамилияңызды айтпаймын. Не көп Алпысбай көп, не көп Мәкен көп, не көп Есен көп, не көп Лаура көп. Сондықтан ол да қай Лаура екенін білмейді ешкім. Сондықтан жазуға болады. Иә, өкпелетсең жұбата. Енді біреулер, мен өткенде мынау Алтайдың ар жағынан келген ару деген жазған кім еді? Ұмытып қалдым ғой. Рахым. Тынышбай Рахимов еді. Сол кісінің өмірбаянын оқып отырып, Тынышбай Рахимов, сол баяның өмірбаяны туралы әйелінің айтқанын естіп отырдым. Ол кісі сәл арада былай кірбің болып қалса, әйелі кішкене енді болып қалады ғой адам арасында, кішкене өкпелеп қалса, ешқандай сөз ештеңе айтпайды екен, отыра қалып не қылады екен. Әнші ғой ол өзі, музыкант, роялына отырып тартады екен дағы. Алғашқы кездескен кездерін туралы бір әні бар екен. Екеуінің алғашқы қыз бен жігіт болып жүргенде. Сол әнді айтады екен. Өте керемет, мен сондай ырза болдым. Сол әнді отыра қалып, ұрсып таласып, онымен ешкімге сөз айтпайды екен. Отыра қалып роялда сол алғашқы бірінші кездескен кезде, қыз бен жігіт кезіндегі әнді айтады екен. Керемет қой, бәрі ойнап сөйтті, ана келіншегі де сосын жазылып кетеді ғой, ұмытып кетеді ғой. Алғашқыда адам қандай бір жолғады, қандай сезім болады, қандай рахат болады, қандай бір адамда керемет бір күй кешесің ғой, бір ерекше күй. Қыз бен жігіт бәріңіз де біліп отырсыздар ғой, оны түсініп отырсыздар. Сол күйге қайтып енеді дағы, сосын өкпесін ұмытып кетіп, тірлігін істеп жүре береді. Басқалар да басқаша, әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Міне осындай жұбайлардың жыры деп бұны сол үшін осылай жазған кім? Мұхтар Шағанов ағамыздың несі ғой бұл өлеңі, әні Шәмші Қалдаяқов деген біздің өте ұлы композиторымыз деп айтсақ та болады. Сол кісінікі қандай қабысып кетіп жатыр, иә? Ән мен сөз өте керемет. Қандай еркелетушілік, қандай керемет. Еркелеңіздер. Өздеріңіздің жолдастарыңызды, жігіттеріңізді аялай отырып еркелеуге болады. Еркелеу деген шолжаңдап жату емес қой. Жақсылап тамақ берсеңіз, тәтті тамақ берсеңіз, киімдерін мұнтаздай қылып жуып, әдемілеп қойсаңыз, аяқ киімін кейде арасында тазалай салсаңыз, костюмін кигізіп, жағасын жөндей салсаңыз, кетіп бартқанда қандай болып кетіп бартыр деп қарай салсаңыз, шалғысын мойныңыз қыса басы болды ғой, кішкене тоңып қалмайсыз ба деп мойын шалғысын бере салсаңыз, қандай керемет, қандай еркелеу деген солай деп түсінемін мен.
біздің кезімізде біз шалықтарды бүйтіп бұл жатуды білген жоқпыз, ондайды білмейміз, олай еркелей алмадық. Біздің кезіміз басқа кезең. Қазіргілер мүмкін солай да еркелейтін шығар, оған мен таласым жоқ, бірақ еркелеудің біз жаңағыдай түрін жасадық. Ана кісі риза болады ғой енді пейіліңе, ниетіңе. Сосын ол да өзінің барлық бір енді жақсы, өзінің бар нұрын шашады адамға, нұрын шашады. Жоқ, иә болады ғой деген сияқты сөзін айтса, соның өзіне ғой бір қуанып қаласың, иә. Адам қуанып қалады, жақсылық қылады, керемет күй кешіп қаласың. Ырза болғанына, ананың әдемі болып үйден шыққанына, галстук тағып, ақ көйлекті киіп, костюмді киіп кетіп тұрғанда, жағасын әдемілеп жүргенде, жігітіңнің мынандай кетіп бара көрген кезде, ол да сізге ырза болады. Ырза болып үйден шалқып шығады, әдемі болып шығады. Ерте бастан не қылмайды, өзі беті қып-қызыл болып ажарланып жүретін жігітіңіз. Менің жігітім сондай болды, ажарын бермеді көпке дейін, өте ажарлы болды, әдемі болды. Сондай ырза болып шығады, үйге келгенде риза болып келеді. Онымен бірге нұр келеді, маған да нұр келеді, мен келгенде оған да нұр келеді. Тамаша, өте керемет өмір сүру. Сондықтан солай подход жасап үйрену керек, солай подход. Ол да керек. Еркелегеніңізге де таласым жоқ. Еркелеп жатуға былай басқаша жасау қазір енді ондай тірлікте жоқ шығар мүмкін. Сондықтан солай болатын шығар. Біздің кезімізде мынау тірлік басымыздан ашып жатыр. 5 сиыр бар, оны сүтін сауы бар, оны пісіру бар, оны күбіге пісу бар, оны майын алу бар, ата ене бар, қайнаға абысым бар деген сияқты. Он шақты бала шағасы бар, өзіміз бар. Сонда енді қалай ондай жерде адам жатып еркелейді? Мүмкін емес қой. Мүмкін емес олай жатып еркелеу. Сондықтан жаңағыдай еркеліктің түрі. Тіпті ана кісілерге де байқатпайсыз. Байқамайды, өйткені ұяласыз оларға байқатуға, ұялып тұрасыз. Сіз де ұяласыз, жолдасыңыз да ұялады. Сондықтан жаңағыдай дұрыс қой, дұрыс қой. Әдемі қылып шығарып салсаңыз әдемі. Ол кісі де солай жасайды. Бірақ енді үйіндегі әке-шешесінен, ағасынан, жеңгесінен ол да ұялады. Бірақ өзің бөлмеңізде тұрғанда жаңа жарасып тұр, әдемі болып тұр мына жерің деген сияқты комплиментін айтады, алыста тұрып айтады. Жақындап тұрғанда да айнала бала шаға ғой, бәрі көріп қойса айтады ғой, ағам сөйтіп жатыр, жеңгемді бүйтті деген сияқты. Ұяламыз енді, біз сол кезде ұяламыз. Ол айтса да айып емес қой, мені аймаласа да дәл сол жерде айып емес, бірақ біз сондай ұяламыз солай жасауға. Білмеймін, ол балалар жоқ болса да ұяламыз. Ұяламыз енді, күндіз ұяламыз әйтеуір. Енді өзі оңаша уақыт, оңаша отыратын кездер болады ғой, сол жеткілікті сол уақыт деп ойлаймыз дағы. Күндіз тек жұмысымызбен, өзіміздің немізбен, тиісті өзіміздің міндетімізбен айналысамыз. Өте жақсы. Сондай болып бастан қалыптассаңыз, сіз үлкен бақытқа кенелесіз. Ол бір керемет сыйластыққа ұласады ендіше. Сыйластыққа ұласқан кезде сіздің әлгі жаңағы лапылдап жанған алғашқы жас кездегі лапылдап тұрған махаббатыңыз жайына қалады. Лапылдап тұрады, оның арасында кетіп қалып қайтадан лапылдап сөйтеді ғой. Ал сыйластыққа ұласқанда постоянно сондай, үнемі сондай махаббатта тұрасың, үзілмейді оның арасы. Керемет сыйластық. Сіздің бүйтіп шай құйып кесе бергеніңіздің өзі ана кісіге бір леп. Сол бір дастарханда бәріміз отырғанда, енді ол сіздің жолдасыңыз жаныңызда отырады ғой, жақын отырады ғой сізге енді. Сонда ана қайнағаңызбен абысыныңыз отырады, атаңызбен енеңіз отырады, жақын, бала шаға отырады деген сияқты. Сонда сіздің жай ғана әдемілеп, сүт қатып бүйтіп, шайды бергеніңіздің өзінде бүйтіп қарап бергеніңіздің өзі жаңағы бір сыйластық қой ол енді. Соның өзі іштей ойнап тұрған ләззатқа ұласады. Енді мен соны жеткізе алмай отырмын сендерге. Осы қазір жас кезден бастап соны қалыптастырсаңыз, өзіңіз жаңағыдай бір жайлап ана әдем сыйластыққа ұластырып жіберсеңіз, қартайғанда да сол махаббатыңыз
артық сыйластық болады. Солай жасағандарыңызды үміт, бәріңізде мен бәріңіз көріп отырмын, атап уақытты алмай ақ қояйын, өте керемет, жақсы қатысып отырсыздар, лайк тастап отырсыздар, бәріңіздің бақытты болғандарыңызды қалаймын. Сондықтан ары қарай не істейміз, ешкім жазбады ғой, мен кім не айтар екен, қандай ән айтсақ деп отыр екен, немесе қандай тақырыпта әңгіме қозғасақ екен деп нені қалап отыр екен десем, ешқайсыларыңыз жазбайсыздар. Мен сіздердің нені ұнататындарыңызды қайдан білем мен? Привет деп енді келіп жатқан, привет, сәлем айналайындар, привет, сәлем. Сіздер енді жазбасаңыздар маған, әже мынандай тақырыпты қозғайық демесеңіздер, мен қалаған нәрсемді сіздер қалайсыздар ма, қаламайсыздар ма, неге жазбайсыздар мұнараға отырып, әже мынандай жасайық, әже мына тақырыпты әңгіме айтайық, немесе неге өзіңіз бір ой тастап жазбайсыз, мынадай болған нәрсе қалай деген сияқты ой тастасаңыз да болады. Немесе басқа бір тақырыпты қозғағыңыз келе ма, не қалайсыздар сіздер, мен білмей отырмын ғой. Ән айта бергенмен де бола ма, әнді айта берейін бе әлде? Қалай? Маған жазыңыздар, маған жазыңыздар. Өте жақсы келіп жатқан адамдар, сәлем, привет. Нені қалайсыздар? Не айтамыз? Жоқ, ән айта берейін ба, қайта? Кейде осы кейбір қатысқандар тікелей эфирде біраз сөйлеп айтып отырғанында, әже ән айтайықшы деп, немесе басқа бір тақырыпты қозғайды, жазады, мен үн жоқ, соны арғай жалғастырып кетем сол тақырыбын. Сіздер жақсы қатысып отырсыздар, лайк тастап отырсыздар, бірақ не туралы айтатынын мен сіздерден біле алмай жатырмын. Әже лайк тастап жатыр, мені аккаунтымды айтып жатыр, Айымжан әже Қызылорда. Сондай аккаунттан мен Айымжан әже Қызылорда. Мен Қызылорда облысы Шиелі ауданы Төңкеріс деген ауылда тұрамын. Шеген Қодаманов деген екінші жаңартқан аты бар, бірақ біз әлгі Төңкеріс деп айтып үйреніп қалғанбыз. Гүлзипа да бар, Нұрзипа да бар, Айша да бар. Сіздер жазбасаңыздар, ән айтамыз ба тағы да? Мен тағы бір әнді айтып көрейін, содан кейін сіздер нені қалайсыздар, мынаған анықтап жазыңыздар. Сосын сол бойынша да әңгіме қозғауға тырысып көрерміз, жарай ма? Енді біз жаңа махаббатты бастадық қой, сол махаббатты айтайық тағы да, махаббат туралы. Махаббат туралы бір ән айтып берейін. Содан кейін өзіңіз қалайтын тақырыпты, кез келген тақырыпты жазуға болады. Мен сол тақырып бойынша өзімнің білетінімді сіздерге айта беремін. Ал оған дейін сіздер ойланып, әр қайсыңыз мейлі қайсыңыз болса жазғанға дейін тағы да қол созып құшақ жайған қандай адам деген әнді айтып берейін. Бәріңізге де, сіздерге де қол созып құшақ жайған адамдарыңыз бар ғой. Адамдарыңыз бар, немесе қыз, жас болсаңыздар, жігіттеріңіз бар. Сол туралы бір әнді айтайық, жарай ма? Сосын маған жазыңыздар қандай тақырыпта, сіздердің қалайтын нәрселеріңізді. Әлі де бұл кеудеме толмай арман, жас көңіл еш нәрсеге болмай алаң, бейхабар жүр едім ғой махаббаттан, қол созып құшақ жайған қандай адам, бейхабар жүр едім ғой махаббаттан, қол созып құшақ жайған қандай адам,
қандай адам. Қиялым сәулесімен дірілдеген, көктемгі күнім бекен күлімдеген. Әлі де бір көктемдегі сандуғаш па, жанымды елжіреткен үніменен. Әлі де бір көктемдегі сандуғаш па, жанымды елжіреткен үніменен. Қалайша жүрегімді алдай алам, мен оны жалғыз саған арнай алам. Бейхабар жүр едім ғой махаббаттан, дариғай құшақ жайған қандай адам, қандай адам. Бейхабар жүр едім ғой махаббаттан, дариғай құшақ жайған қандай адам, қандай адам. Бейхабар жүргенімде махаббаттан, қол созып құшақ жайған мынандай адам, мынандай адам. Бейхабар жүргенімде махаббаттан, қол созып құшағын жайған тамаша адам, тамаша жан. Бейхабар жүргенімде махаббаттан, шіркін-ай құшақ жайған тамаша жан, аяулымсың. Бейхабар жүргенімде махаббаттан, шіркін-ай құшақ жайған аяулымсың, арманымсың. Шіркін-ай құшақ жайған аяулымсың, махаббатым. Қол соғысып құшақ жайған жаным шалым, махаббатым. Жүргенім ұмыта алмай менің шалым, құшақ жайған аяулымсың, махаббатым. Өтсе де
қанша уақыт кеткеніңе жүрмін ғой ұмыта алмай махаббатым аяулымсың жүрмін ғой ұмыта алмай аяулымсың асыл жарым махаббатым жүрмін ғой ұмыта алмай аяулымсың асыл жарым махаббатым махаббаттарыңыз мықты болсын жақсы осыменен бүгінгі эфирімізді аяқтайық аман сау болыңыздар бақытты болыңыздар махаббаттарыңыз мәңгілік болсын иә махаббатымыз мәңгілік болсын жақсы